Құрметті студенттер, біздің бүгінгі жедел іздестіру пән бойынша тақырыбымыз жедел іздестіру шараларының нәтижелері мен оларды қолдану тәртібі. Сұрақтар: жедел іздестіру шараларының нәтижелерінің түсінігі мен түрлері, жедел іздестіру шараларының нәтижелерін қолдану жалпы тәртібі мен бағыттары, анықтау органы мен тергеуші, прокурор немесе сотқа ұсынылатын жедел іздестіру қызметінің нәтижелерін қолдану тәртібі. Жалпы жедел іздестіру қызметінің қолдану деген бізде қылмыстық процесте, осы ғылым саласында, сот практикасында, тергеу практикасында өзекті мәселе. Себебі қазіргі кезде жедел іздестіру қызметі мен қылмыстық процестің арасында бір ғылыми түсінбеушілік болып қалды. Себебі 2014 жылы қылмыстық процесті жаңадан қабылдағанда 1 қаңтардан 2015 жылы заң күшіне кірген кезде бізде және институт пайда болды. Ол жаңа институт жасырын тергеу әрекеттері. Жасырын тергеу әрекеттерін тергеуші қылмыстық істі бастағанда, егерде нәтижесі керек болса, осы жасырын тергеу әрекеттерін қолданады. Ресми түрде қаулы шығарып, сот тергеудің санкциясын алып, жасырын тергеулерді жүзеге асырады, жүргізеді. Сондан теория мен жалпы практикада сұрақтар туыла бастады. Жедел іздестіру қызметінің заңы қайда қалды? Жедел іздестірудің жалпы нәтижесін біз қалай қолданамыз деп. Себебі 1998 жылғы қылмыстық процестің кодексінде бізде 130 мен 131 қылмыстық процестік кодексінің бабы болды. 130 бапта онда осы жедел іздестіру қызметінің дәлел ретінде қылмыстық іс бойынша қолдану нәтижелері анықталған. Бұл бапта көрсетілген, егерде жедел іздестіру шараларының жүргізген кезде оны біз дәлел ретінде қылмыстық іспен қолданамыз, егерде оның бір заңға сәйкес нысанымен алынса. Қазіргі кезде 130 мен 131 бап осы жедел іздестіру қызметіне арналған жоқ. Себебі бізде жасырын тергеу әрекеті бар. Сондықтан сұрақтар туады. Жедел іздестіру қызметінің қандай рөлі бар? Жедел іздестіру қызметінің қазіргі кездегі оның маңызы бар ма? Немесе мысалы қазір мүлдем жедел іздестіру бізге керек жоқ па деп. Жедел іздестіру қызметі ол арнайы ғылым. Өзінің тарихы бар, өзінің орны бар. Сол себептен бұл жерде теорияда, практикада осындай бір көзқарас дұрыс болмағаннан кейін, әрине оған бір ой пікір салу керек болды. Сондықтан ең бірінші бұл ойда келген келісім бойынша бізде қылмыстық процестік кодекстағы жасырын тергеу әрекеттерімен бірге жедел іздестіру қызметі де бізде өзінің заңын жоймайтын, оны жаңағы біз қолданатын ретінде сондай шешім келді. Бұл шешім не себептен? Мысалы, Европаға жақын мемлекеттердің іштеріндегі прибалт мемлекеттері мен Украина, Грузияда жедел іздестірудің қазіргі кездегі рөлі, маңызын жалпы жоққа шығарып жатыр. Себебі жасырын тергеу әрекеттері бар, жасырын тергеу әрекеттерін ғана жүргізу керекпіз деп. Ал бұрынғы классический жаңағы методпен қалған Ресей, Таджикистан, Өзбекистан, Қырғызстан олар жедел іздестіруді қалдырып отыр. Сондықтан бізге қандай жол таңдау керекпіз Қазақстанға, егерде бізде жасырын тергеу әрекеттері болса? Бұл жерде мысалы жаңағы көп бір полемика болды ғылымдардың арасында, жалпы тергеуде, жедел іздестіру практикасында. Сондықтан бірінші шешім қазіргі кездегі жедел іздестіру қызметі бізге керек. Себебі криминалдық полиция бар.
криминалдық полицияның ең бірінші қолданатыны ол жедел іздестіру. Жедел іздестіру қолданудың шараларын қолданады. Сондықтан бізге жедел іздестіру керек екенін, оның ол бәріне мәлім, оған ешқандай күмән келтіріп тұрған жоқ. Екіншіден, бұл екінші мәселе, егерде біз қазір жедел іздестіру қызметін жоққа шығарсатын болсақ, онда біздің тергеушіге мойнына тағы бір функция пайда болады. Ол жедел іздестіру функциясы. Ал жедел іздестіру функциясы ол әрқашанда криминалдық полицияға бағытталған. Сондықтан сол себептен тергеуші қылмыс аша ма, немесе тергей ме, сондай сұрақ туады. Сондықтан бұл функциялардың арасындағы біріне бірі функцияны жүктемеу үшін біз қазіргі кездегі практикада жедел іздестіру қызметі қалды. Ал тергеу әрекеттері бөлек болып қалады. Жедел іздестіру қызметі туралы заң осы қылмыспен күресу, тез арада қылмысты ашуға бағытталған болып ары қарай қала береді. Ал енді оның нәтижесін біз қалай қолданамыз? Нәтижесін қолданған кезде біріншіден біз теориядағы, практикадағы сұрақ арнаулы жедел іздестіру шаралары мен жасырын тергеу әрекеттерінің арасындағы байланысы, олардың айырмашылығы екеуінің. Ең біріншіден сол болды. Сондықтан біріншіден осыған байланысты бізде жоғары соттың қаулысы шықты. Ол қаулы 2020 жылы 5 желтоқсан күні шыққан қаулы жедел іздестіру қызметі мен жаңағы жасырын тергеу әрекеттері туралы және жасырын тергеу әрекеттің түсінігі деп. Сол қаулыда жазады. Жасырын тергеу әрекеттері тек қана қылмыс басталғанда ғана жүргізуге болады. Ол бірінші. Ал арнаулы жедел іздестіру шаралары ол бізде тек қана қылмыстық іс қозғалғанда, қылмыстық іс басталғанда және басталмай тұрып та біз оны қолданамыз. Ол ең біріншісі. Себебі бірінші ақпаратты хабарлама келген кезде осы жедел іздестіру органына келеді, криминалдық полицияға. Мысалы қылмыс жасалайын деп жатыр, дайындалып жатыр деген кезде мысалы. Сондықтан соны мысалы біріншіден оның екеуінің арасындағы айырмашылық. Екіншіден айырмашылық ол бізде жасырын тергеу әрекеттерін біз санкциясын бізде сот тергеуі береді. Ал арнаулы жедел іздестіру шараларының санкциясын бізде бас прокурор, оның бірінші орынбасары және орынбасарлары немесе облыстық онымен теңестірілген прокуроры береді. Сондықтан бұның жаңағы екі ведомствоның өздерінің іштеріне қадағалайтыны. Ары қарай мысалы жаңағы енді үшінші бұл қылмыстық процессуалдық нысаны. Тергеу әрекетінде жүргізген кезде жасырын тергеу әрекеттерін жүргізіп, біз оның нәтижесін қолданамыз. Ал жедел іздестіру шараларының нәтижесін біз қолдану үшін бізге заң, қылмыстық процесс, басқа да құқықтық нормалар оған қолданбайды деген сөз жоқ, тыйым салынбайды. Сондықтан жедел іздестіру шараларын қолдану үшін мұнда біріншіден ол іс шаралары бізде қылмыстық формасына келу керек. Сондықтан мысалы бұл бір жерде мысалы қылмыстық іс басталған кезде бізде жедел іздестіру органдары бір ақпаратты хабарлама түссе, дайындалып жатқан, жасалып жатқан қылмыс болса, олар баяндама беріп, осы ақпаратты хабарламаны тіркеп, қылмыстық істі бастауға құқықтары бар. Екіншіден, мысалы, сезіктіні ұстаған кезде, сезіктінің бір негізі ол жедел іздестіру қызметін жүзеге асырғанда ақпаратты хабарлама келсе, егерде бір тұлға, бір сезікті қылмыс жасап жатқанның ақпаратты хабарлама келсе, онда оны ұстауға болады. Сондықтан қылмыстық процесте жалпы жедел іздестіру нәтижесін жоққа шығармайды.
оны жаңағы қолдануға рұқсат беріледі, оны ары қарай да жалпы қолданады. Мысалы, жедел іздестіру шараларын біз жүзеге асырамыз. Оның мысалы ақпараттық хабарламасын түседі, нәтижесі келгеннен кейін оған жаңағы тіркеледі, қылмыстық іс басталады. Содан кейін тергеуші, мысалы тергеу әрекеттерімен, процессуалдық әрекеттерімен, жедел іздестіру шараларын қолданып, жаңағы тергеу әрекеттерімен, мысалы бір тергеу әрекетін жасайды. Мысалы тінту жасап, сол жаңағы ақпаратты хабарламаны тінтумен тексеріп, сол затты алуға болады. Немесе алу жасайды. Басқа да тергеу әрекеттерін жасап, мысалы жаңағы жедел іздестіру нәтижесін дәлел ретіндегі қолдануға апарады. Сондықтан, құрметті студенттер, қазіргі кезде бізде ең басты жедел іздестіру қызметінің нәтижесін дәлел ретінде қолдануға бізде мүмкіндік бар. Оны қылмыстық процестік кодексті жоққа шығармайды, нәтижесін қолдануға. Тек қана бұл нәтижені қолданған кезде екі талап бар. Біріншіден, бұл жедел іздестіру шаралары заңды түрде жүргізу керек. Оның адамдары мен құқықтары мен бостандықтары да қайшы келмеу керек әрекеттер. Екіншіден, ол нәтижені процессуалдық нысанға келтірген кезде процессуалдық форманы сақтау білу керек. Себебі ертең қолданған кезде оның нәтижесі бізде қылмыстық процесте көрсетілу керекті, нақты алынған бір деректі болып. Сондықтан сол себептегі қылмыстық іс бойынша біз жедел іздестіру қызметінің нәтижесін пайдаланамыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды.